Армандаған жұмысына орналасу үшін 8 адам емтихан тапсыруға келді. Алайда үміткерлер емтихан парақтарын қолдарына алған сәтте қатты таңғалады. Өйткені олардың алдында аппақ, ештеңе жазылмаған бос қағаз ғана жатты. Барлығы қатты абдырап қалса да, ешкімнің тіс жаруға батылы жетпеді. Себебі емтихан басталар алдында бақылаушы 3 ережені жариялаған болатын. Біріншісі, бақылаушымен де, күзетшілермен де сөйлесуге болмайды. Екіншісі, рұқсатсыз бөлмеден шығуға тыйым салынады. Үшіншісі, емтихан қағазын бүлдіруге немесе жыртуға болмайды. Осы ережелердің кез келгенін бұзған адам бірден емтиханнан шығарылып, жоғары жалақысы бар қызметтен бір жола айырылатын еді. Ешкім үндемеген соң бақылаушы 80 минуттық таймерді қосып, артына қарамастан шығып кетті. Бос жатқан параққа қарап отырған үміткерлер не істерлерін білмеді. Тапсырма қайда? Емтиханның мәні неде? Ешкім түсінбейді. Осындай жоғары жалақысы бар жұмысқа орналасу оңай болмайтыны анық еді. Уақыт өте бергенде бір әйел шыдамай кетті. Ол бастық әдейі бос қағаз берді. Мүмкін өмірбаян немесе жұмыс жоспарын жазу керек шығар деп ойлайды. Сөйтіп еш ойланбастан қаламын алып жаза бастады. Бірақ аты жөнін жаза берген сәтте күзетші қасына келіп, үнсіз ғана оны емтихан залынан қуып шығады. Сөйтсе ол қағазды бұлғауға болмайды деген ережені бұзған екен. Мұны көрген қалғандары бірден қаламдарын қойып, енді қағазға бірдеңе жазуға батпай қалды. Барлығы тығырыққа тірелгендей болып отырғанда, бір жігіт кенет бір нәрсені түсінеді. Бақылаушы бар болғаны 3 ережені ғана айтты. Демек, сол үшеуін бұзбаса, қалғанының бәріне рұқсат. Ол орнынан тұрып, емін-еркін бокс қимылдарын жасай бастады. Күзетші еш реакция білдірмеген соң, айналасындағылармен сөйлесе бастайды. Өйткені тыйым тек бақылаушы мен күзетшіге ғана қатысты. Басқа үміткерлермен сөйлесуге ешкім тыйым салмаған. Оның әрекетіне ешкім кедергі келтірмегенін көрген соң, өзгелері де ақырындап пікір алмаса бастады. Барлығы бос қағаздың сыры неде екенін талқылауда. Сол кезде ұзын шашты қыз орнынан тұрып, қағаз арнайы химиялық затпен өңделген болуы мүмкін. Белгілі бір жарық түскенде ғана жазулар көрінетін шығар деген ойын айтты. Жұрттың бәрі бұл пікірге келіседі. Олар қағазды жарыққа тосып көрді. Бірақ ешқандай өзгеріс болмады. Содан кейін Джек ультракүлгін немесе инфрақызыл сияқты арнайы жарыққа жет шығар деп болжайды. Бірақ ондай жарықты мына бөлмеден қайдан табуға болады? Осы кезде аққұба қыз қабырғадағы апаттық шамдарды байқап қалды. Болжамдарын тексеру үшін олар әлгі шамдарды сындырып жібереді. Сол сәтте бөлмені көгілдір жарық басты. Барлығы енді сұрақтар көрінеді деп үміттенеді. Бірақ қағаз бұрынғысынша бос күйінде қалды.